Амансыздар ма, құрметті оқырмандар? Каналыма қош келдіңіздер. Қазақ тіл каналының дамуына өз үлестеріңізді қосып, каналыма тіркеліп жатқан әрбір жанға алғысым шексіз. Шаңырақтарыңыз берекелі болсын. Бақыт деген жай ғана тұрақсыз бірдеңе. Кейде ұқсайды қатты ыстық шілдеге, кейде қарлы боран көк мұздай, тайып жете алмайсың, тұрса да іргеде. Анаң қартайғанда киімінің түймелерін қадауға икемі келмей, қолдары дірілдегенде ашуланба. Кішкентай күніңде сені сан рет киіндіріп, түймелеріңді қадап бергенін есіңе ал. Анаң қартайғанда шай тамақты өздігінше іше алмай қиналғанда ашуланба. Кішкентай күніңде сені талай рет тамақтандырғанын есіңе түсір. Анаң қартайғанда сенің жүрісіңе ілесе алмай, аяғын жай басқанда ашуланба. Оның қолынан ұстап демеп жүр. Кішкентай күніңде сені жетелеп, тіпті қолында көтеріп жүргенін ойла. Анаң қартайғанда бала секілді болып, қызықты сұрақтар қойғанда ашуланба. Оған жауап беруден жалықпа. Кішкентай күніңде сенің миллиондаған сұрақтарыңа жауап бергенін есіңе түсір. Анаң қартайғанда саған көп ақыл айтып, жұмыстарыңа араласса ашуланба. Күні келіп, оны сағынып, кеңестеріне зар болып қалатының жайлы ойлан. Анаң қартайғанда оған қамқор бол. Өмір жалған, әрі қысқа қарыстай, сыйласайық 5 күндікте ұрыспай. Өмір өтер, көрінгенмен алыстай, тірлік бітер, керілдесіп тұрыстай. Біреуді өзгертем деп талпынбаңыз. Ол адам қандай, солай қабылдауды үйреніңіз. Ешкімге ешкім қарыз емес. Алланың алдында бәріміз бірдейміз. Ешкімнен ештеңе күтпеңіз. Өзіңізбен өзіңіз болыңыз. Сонда өмірдің бар қызығын көресіз. Ешкімге ренжімеуді үйреніңіз. Біреу ренжітті ме, ұмытып кетуге дағдыланыңыз. Бетіне күлгенге емес, қадіріңді білгенге сен. Пайда үшін күрескенге емес, қайғы мұңды бөліскенге сен. Қадіріңді білмеген адам үшін мұңайма. Көзі көр адам гауһарды ұстаса да тас деп ойлайды. Өзінің қисықтығын білмеген өзгенің түзулігін білмейді.